Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінде жаңа 50 орындық асхана мен аймақ жастарына арналған Business Incubation Center Coworking'інің салтанатты ашылуы өтті. Business Incubation Coworking'і 500 шаршы метр аумақты қамтиды. Орталық технологиялық кәсіпкерлік, IT, инновациялар және жасанды интеллект бағытында білім мен дағдыларды дамытуға зор мүмкіндік ұсынады. Онда 35 аса қуатты компьютер, LED панель, интерактивті панель, 500 мегабайт секунд жылдамдықтағы жоғары сапалы интернет сынды жоғары технологиялық құралдармен жабдықталған. Coworking орталығында конференция зал, ашық жұмыс кеңістігі, Game Jam Center, Digital Creativity, Highway және Cybersport ас бөлмесі орналасқан. Жаңа асхана бір уақытта 50 адамды қабылдауға арналған. Білім алушылар мен оқу орны қызметкерлерінің денсаулығы және жайлылығы үшін заманауи талаптарға сай жабдықталған. Жаңа асханада тек дәмді әрі пайдалы тағамдармен ғана емес, жайлы әрі тыныштық атмосферада сабақ оқуға да мүмкіндік бар. Қазіргі таңда Қызылорда бизнес инкубация орталығының жаңа коворкингі ашылды. Бұл 500 шаршы метр жастарға арналған заманауи жабдықталған аса қуатты компьютерлермен, интерактивті панель, жылдамдығы интернетпен жабдықталған үлкен коворкинг. Бұл жақта жастар тегін түрде келіп, осы жақтан қосымша білім алып, жобаларды үйлестірумен, дамытумен айналысуға мүмкіндік алады. Сонымен қатар біздің өзіміздің арнайы жасайтын шараларымыз бар. Соларға осы жаққа келіп қатысады. Жалпы бұл енді болашақта 24/7 форматында жұмыс жасайтын жұмыс орны болады. Кез келген өзінің идеяларын жүзеге асырғысы келетін студенттер осы жаққа келіп, жұмыс жасап, үлкен жетістіктерге жетуге мүмкіндік көзделеді осы жақта. Сонымен қатар бірінші қабатында Game Dev центр бар. Сол жақта жастар қазіргі таңда 36 квота бойынша білім алып келеді. Яғни 36 студент ойын жасауды үйреніп, ертең мамыр айында уже жобаларын дүниеге шығаратын болады. Айта кетейік, асхана мен коворкинг орталық бас оқу ғимаратының жанынан салынған жаңа нысанда орналасқан. Орталықтың құрылысына 360 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсалған. Қазіргі таңда университетте заманауи инфрақұрылымды дамытуға арналған жобалар қарқынды жүзеге асырылуда. Бұл өз кезегінде оқу орнының сапасын арттыруға, білім алушылар мен қызметкерлерге ыңғайлы жағдай жасауға арналған. Арайлым Кенжебек, Руслан Жүсіпбек, Сәуле Нұрпейісова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.